Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге The Құлынбек трейдер арнасы. Егер осы арнаға әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Және осы видеоға тоже лайк басуды ұмытпаңыздар. Камераға байқаған болсаңыздар, мені жоғарыдан түсіріп тұр. Мен арнайы бір осындай монопод дейма, енді қалай штатив дейма, комментарийға жазып өтіңіз. Бұл не екенін өзім білмеймін, бұл не екенін. Әйтеуір 3 в 1, 2 в 1 сондай бір нәрсе. Осылай қойып түсіруге болады, қолға ұстап алыстан түсіруге болады. Онымен қоса бір оқырманы маған домбыра сыйлады. Оның домбыраны келесі видеода скорее всего сіздерге көрсетемін видеода. Оны мен өзімнің инстаграм парақшамда көрсеткен болатынмын. Домбыра, бірақ домбыра ерекше домбыра. Домбыраның бетінде биткоин логотипі ойылап жасалған. Сондай маған домбыра сыйлаған болатын. Енді келесі видеода мен сол домбыраны сіздерге көрсетемін. Сонымен достар, қазір біз интернет барға регистрация, верификация жағын әрине көрсетпей қояйын. Себебі бұл өте қарапайым. Просто төмендегі описанияға сілтемесін қойып қоямын. Интернет бардың сілтеме арқылы өтесіздер, регистрация жасайсыздар, потом бар верификация өтесіздер. Верификация өту өте қарапайым. Мысалы, удостоверение ұстайсыз, жақтан қағазға интернет бар, күніңізді, email, ID, қолыңызды қойып, сөйтіп ұстап, осылай екі қағаз ұстайсыз да, то есть қағаз и удостоверение. Осылай суретке түсесіз, и все, осы суретті сіз интернет барға жібересіз. Міне бар жоғы сол ғана. Кеше мен жібергем, бүгін қабылдады, все, басқа проблема жоқ. Енді мен қазір осыған ақша толтырып көрейін деп жатырмын. Сол ақша толтырғанымды сіздерге көрсетіп, одан кейін бір-екі сауда жасап көретін боламыз. Бұл платформаны мен қазір кішкене былай үйрену керек платформаға. Себебі бұл жақта қазір жаңа платформа болғандықтан бір функционалдары бар, кнопкалары басқа жақта деген секілді. Сосын алдағы уақытта осы интернет барда сауда жасаған видеоларын түсіретін боламын. Так, ең бірінші біз осы платформаға қазір ақшамызды толтырамыз. Мен қазір мына жақтан пополнениені тауып алайын. Вывод средств, мына жақта бізде пополнение. Онымен қоса мына жақта бір артықшылығы, бұл жақта криптовалюта арқылы толтырса болады. Міне көрсетсе TRC20 и бонус тағы 5% к сумме оплате. TRC20-ның үстінен басамын. Мына жақта мен примерно 35 емес, $50 толтырғым келеді. Міне $50 деп жаздым. Одан кейін мына жақта бізде жазылып тұр: ознакомлен с тем, что в случае барлығы там артық, кем сумма толтырмау керек. Ровно $50 толтыру керек біз криптовалюта арқылы. Подтвердить басамын. Потом важно, отправляйте ровно такую сумму, которая будет указана на странице пополнения. Түсінікті ол жағы. Потом барып, мынаяқтан біз қателеспесем, так, на аккаунт бізде верифицирован, міне көріп отырсыздар, и пополнить басамыз да. Вроде барлығын оқып шықтым, пополнить бастым. Міне бізде осы QR-кодты сразу телефон арқылы скопировать алсақ болады, немесе мынау кодты, міне адрес деген жерде, осы кодты мен қазір скопировать етіп, үстінен басам, скопировать етілем екен. Скопировать бастым. Міне TRC20 USDT, сумма $50. Мен қазір өзімнің Binance'ыма кіремін, сіздердің алдарыңызда. Binance'ыма кіріп, мына жақта мен қазір кошелек, спот, fiat и спот. Менде как раз USDT жатыр. Binance'қа дайындап қойған. Так, бізде спот ашылды. Спотта мен қазір мынаяқтан USDT, міне менде USDT 55 USDT жатыр. Осыны мен қазір вывод басамын. Адресімді қоямын. Бағанағы скопирован адресімді так қойдым. Барлығы дұрыс. Так, USDT сеть бізде таңдаймыз. TRC20, міне TRC20 үстінен басамын. Сумма деген жерде мен қазір бірінші 50 деп көремін, потом бар комиссиясын қараймын. Сумма 50. Міне мен суммасын 50 жаздым, и комиссия бізде міне алған кезде бізге интернет барға 49.2 түседі. А бізде интернет барға ровно түсу керек, сол себепті мен жақта ровно түсу үшін 50.8 деймін. Міне 50.8 USDT жаздым, бізге интернет барға ровно 50 USDT түседі. Міне осылай сіздер қарайсыздар. Комиссия мына значит 0.8 USDT. Все нормально, вывод басамын. Так, предупреждение о риске. Все, арғадай көрсетпеймін достар, арғадай там мен почтам, там SMS, адамнан келеді, мен қазір соның барлығын жазып болғаннан кейін сіздерге бірінші секундтан кейін интернет бардың парақшасына оралатын боламын. В общем, достар, сіздерге қайта оралдым. Міне бізге $50 балансымызға түсті, плюс бізге үстінен тағы $2,5 бонус берді. Ақша толтырды көрдіңіздер. Енді біз қазір зилкаға келетін боламыз. Шыны керек, мен қазір бірінші рет ақша толтырып, бірінші рет осы платформада сделка кірейін деп жатырмын. 1 минут. Так, кішкене басқашалау екен, яқта анау часовой на минутный, 1 минут 10 минут деп тұр. 0.15. Так, кішкене маған түсіну керек мыналарды. Да, біраз уақыт маған кішкене түсініп,
чұқылап көру керек, а то сразу кіріп сразу барлығын түсініп кету тоже маған оңай емес. Давайте мынаған төмен қарай бір сделкаға кірейін, для прикола көрейікші қалай сделка ашылады. Так, кірдік $1. В общем, достар, мен қазір пока что платформаны енді чұқылап үйреніп жатырмын. Мына мен қателеспесем, там 2-3-4 минут деп қойылмайтын сияқты. Мына чисто 15 минут, 20 минут, 25 минут, то есть қазір сағат 16 деп тұр, мына 25 минут болып тұр. Потом барып мен 30-ға дейін қоямын. Ну, примерно сондай уақытпен мына жазылып тұр. Менде кішкене непонятка. В общем, достар, бізде бірінші сигнал минус болды. Міне бірінші сигнал бізде минус. Мен тағы да қазір $1-ға мына тағы бір ашып көремін. Давайте басқа графиканы көрейік. Бірінші сигнал бізде минус. Екінші сигналға барайын қазір. Так, бізде мына давайте 3 минут и... Так, қазір басқа графиканы ашып көрейін. USD Жапония. Бізде осындай графика, мынау бізде 1 минут екен, 1 минуттық бізде мынандай. Қазір мынау жақтан мен жоғары кірейін. Так, сделка жоғары аштым. Так, мен төмен қарай бізде түсті. И мен қазір жоғары тағы бір рет кіремін. Бізде сигнал қазір ашылу керек. 6 минут 23 минут. Мына бізде түсінбей отырмын, неге мына бізде ұзақ уақытқа ашылады. 6 минутқа ашылды мына бізде. 25 18. Не себеп мына 1 минутқа бізге ашуға бермейді. Маған қазір қызық болып тұр. В общем, $9-ға төмен қарай аштым. Қазір мынау жақтан мен 1 минутқа жоғары кіретін боламын. Кішкене күтіп, потом бар 1 минутқа жоғары кіремін. Әлі де түсіп келе жатыр бізде. И давайте 1 минутқа қазір жоғары ашамын. Хоп, $1 жоғары аштым. Так, $9-да аяқталуына 10 секундтай уақыт қалды. Так, 1 минутқа бізде 5 минутқа ашылды. Мен достар, біздің $9 плюс. Мынаяқтан көріп отырсаңыздар, маған 16-да $11 түсті. Таза табыс $7. В общем, достар, мен ары бері қазір платформаны шұқылап отырған кезде менде тағы бір сделкам плюс болды. Міне закрытый сделка $9 плюс и міне $1 соңғы сделкам плюс болды. Қазір сіздің алдарыңызда мен өзімнің табысымды есептеп көрсетемін. Міне 57-те 40 осыны қазір жазамын. 57-де .40 азайту. Бағана бізде 52-де 50 болды да. 52-де 5 болды, мен толтырдым. Бонус барлығын қосқанда. Сонда мен бүгін $4-9 табыс таптым. Оны көбейтемін әрине. Доллар давайте 500 теңге есілайық. Есептеу ыңғайлы болсын. Доллар 500 теңге. Сонда біз бүгін 2,5, грубо 2,5 теңге табыс таптық. Келесі видеолардың бірінде сіздерден осы платформадан ақшамды шығарып көрсететін боламын. Сонымен достар, бүгінгі саудамды аяқтаймын. Сіздерден болған мен Зе Құмбет. Қосымша сұрақтарыңыз туындап жатса әрине комментария жазып отырыңыз. Бүгін енді достар бір рандомный сауда болды, ешқандай бір анализсіз, ешқандай бір стратегиясыз, просто кіріп көрдім, чұқыладым ары бері. Кішкене рискованный кездер болды, бірақ енді осылай ең соңында $57-40 прибыль шықтым. Міне достар, осылай алдағы уақытта бұл жайлы видеолар әлі шығады. Бұның там нюанстарын айтатын боламын, қандай минустары бар, қандай плюстары бар деген секілді. Сол себепті егер бұл платформаға өздеріңізде кіріп чұқылап көрем десеңіздер, онда астына сілтемесін қоямын, сілтеме арқылы өтіп өздеріңіз регистрация, верификация жасап, пополнение жасап, сауда жасап көрсеңіздер болады. Сонымен достар, сіздерден болған мен Зе Құмбет трейдер, табысты күнде жолығайық, барлығымызға чики-пау.